Мен не үшін шақырып жатыр екен? Әсем бөгілмей бастықтың кабинетіне кірді. Сәлеметсіз бе? Әсем, қалайсыз? Отырыңыз. Бастық кең иықты, ұзын бойлы сымбатты еркек. деп тамағын бір кернеп. Әсем, сен бөлім басшысы болғың келе ме? Әрине болғым келеді, бірақ мен тәжірибем жоқ қой. Ештеңе етпейді, тез үйреніп кетесің. Сен сол орынға лайықсың, бірақ бұл қызметтің өзіндік талаптары бар. Сіз соған дайынсыз ба? Әсем бұны жұмысқа қатысты айтып отыр екен деп ойлап, өзінің келіскенін айтты. Онда бара беріңіз, деп қоштасты. Жұмыс соңына қарай бастық тағы шақырды. Бұйрықты көрсетіп, енді тек өзімнің қол қоюым ғана қалды. Өткенде осы қызметтің талабына келсемін деп едіңіз. Ойында ештеңе жоқ Әсем. Қандай талабы болса да дайынмын деді. Онда өте жақсы. Бүгін жұмыстан соң қызметіңді жуамыз. Сосын екеуміз бірге боламыз. Бұл сөзді естіген Әсем қатты есеңгіреп қалды. Не болғанын түсінбей, мелшиіп отырып қалды. Не, бөлім бастығы болғың келмей қалды ма? Әсем не айтарын білмей, абдырып отыр. Қатты ызасы келді. Бастықтың қолындағы бұйрықты жыртып бетіне лақтырғысы келді. Бір жағынан жоғары лауазымды қызметтен айырылғысы келмеді. Басқа мұндай мүмкіншілік бола қоймас деген арам ойда ой елегінен сырғып өтті. Бұны сезгендей бастық Әсемге, басқа мұндай мүмкіншілік болмайды. Егер көнсен, жоғарыға қарай баспалдағы ашық деді. Әсемді мансап пен басшылық қызметке деген ұмтылыс жеңіп, өзінің келісімін білдірді. Бастық кешке мейрамханада күтетінін айтып шығарып салды. Әсемнің кеудесін бір жағынан қуаныш, бір жағынан өкініш кернеп үйіне келді. Күйеуі үйінде жоқ екен. Оған қоңырау шалып, қызметтес қыздармен жаңа жұмысын жууға мейрамханаға баратынын айтып, кеш келетінін ескертті. Осылайша Әсем күйеуін алдап бастықпен кездесуге барды. Олар мейрамханада ұзақ отырмады. Ол жерден шығып қонақ үйге келді. Түн жарымы ауғанша қонақ үйде өзге еркектің қойнынан бір-ақ шықты. Бастық бұйрыққа қол қойды. Сөйтіп Әсем бөлім бастығы болды. Бірақ оның бағасы